Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен етті бәліш дайындаймыз. Ұнымызға ертілген сармайды құйып, 2 жұмыртқа, қопсытқыш, тұзымызды салып, қаймағымызды салып, барлығын жақсылап илеп аламыз. Бұл жерде қаймақтың проценті маңызды емес. Қамырымызды пакетикке салып, жарты сағат холодильникке қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Менде фарш, картошка, пияз, тұз, бұрыш, азырақ асқабақ қостым. Осыларын жақсылап қолымызбен араластырып аламыз алдын ала. Қамырымызды тоңазытқыштан алып, 2-ге бөліп жайып аламыз. Егер қолға жабысып жатса, қамыр азырақ ұн сеуіп жаямыз. Қамырымызды жайып болып, осы формамызға салып аламыз. Астыңғы жағын. Екінші қамырымызды да алдын ала жайып, дайындап қоямыз. Қамырымызға салмасын салып аламыз. Екінші қамырымызбен бетіне жауып, шеттерін жақсылап тегістеп аламыз. Осылай азырақ тесіп аламыз жоғары жағын, ішіндегі салмасы жақсы пісу үшін. Бетіне жұмыртқамызды жағып, 180 градуста 50 минут пісіріп аламыз. Рецепт ұнаса жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Етті бәлішіміз дайын, қамыры өте жұмсақ, әдемі болып шығады.